бәріне сәлем. Бұл көз әлемі Ассалаумағалейкум достар, қалайсыңыз? Мен де сіздерді біз дейтін мен айтқан сөзді қайталама деген ойынды ойнап көретін боламыз. Сіздер видео бастамас бұрын ана жерге лайк басып қана тіркелейік. Бізде 200 подписчик өте асыға болатын. Сондықтан өз пайдаңды тигізіп кет осы арнаға. Ал ендеше біз бастаймыз. Ойынын ойнаймыз. Ойын шарты ең бір сұрақ қоямын. Мен айтқан сөзді қайталама. 0-5 деңгейде сандап. Егер бірдей болса, сен жеңілесің. Бірақ бұл жолы саған 3 мүмкіндік беріледі. Дайынсың ба? Ендеше кеттік. Ал кеттік ал. Бірінші сұрақ 4 әріптен тұратын сөзді айт. 4 әріптен тұратын? Достар, мен еме біледі. Так, мен айтайын ба? Мен дейтін асқабақ. Жоқ, асқабақ деген көп болып кетеді. Так, кәс. Білейін достар, не айтуға болады 4 әріптен? Бес әріп болады. Так, кәс жүрдіңдер. Білмеймін, короче, ұмытып қалдым. Достар, қазір комментке жаз кетейікші, қандай сөз бар. Так, 4 әріппен тұратын дейсің ба? Нан. 3 әріп қой. Так. Жоқ, бауыр деген ба? Короче, бау. Бауэр ма? Сонда бір бәле, короче. Бауэр болады, бауэр. Менің жауабым алма. Андай фрукталардан болады деген айтпақшы. Мен айтатын кезде достар, алма емес. Мен, короче... Жоқ, банан болмайды. Не айтуға болады? Анар, достар, мен айтатын анар. Атақты ютуберді ата. Атақты ютубер дейсің ба? Атақты ютубер ма? Яс, ютуб қызы. Ойлайтам. Так, кім бар? Орлан қалам. Мистер Бист. Кечей. Көрмеймін, бұл кім комментке жақ? Таңғы ас тағамын ата. Таңғы асқа қандай тағам дейді? Білмеймін. Таңғы асқа ма? Короче, жұмыртқа. Менің жауабым қуырылған жұмыртқа. Тұлып қалдым достар. Бір өмірім кетіп қалды. Жарайды. Таңғы асқа мен қуырылған сосиска жеймін. Болды. Осы жауап мен. Ұшатын жәндікті ата. Ұшатын жәндік бі? Тауға бар, құмға бар деген бар ғой. Тауға бар, құмға бар. Шыбын. Шыбын маған ұнамайды. Атақты футболшыны ата. Криштиану Роналдо десем, мен тауып қайын жақты. Онда шемен. Роберто Карлос. Менің жауабым Лионель Месси. Ондар. Стоп. Достар, мен екі жауап бар. Криштиану Роналдо. Менің жауабым Лионель Месси. Кечей бар Месси. 40 пен 50 сандар арасынан бір санды ата. 40 пен 50 сандары арасынан дейді. 25. 47. Сондай ма? 55 қонда. Көлік маркасын ата. BMW десем тауып қоя ма? BMW. Таппаш. BMW. Менің жауабым Ура! Мерседес. Нормально ол. BMW. Қазақстанның бір қаласын ата. Астана десем явно табат. Шымкент достар. Шымкент қой, Шымкент. Өзімнің қаламды айтпайын ба? Астана. Шымкент айттым ғой, білдім ғой Астана дейтін. Шымкент.
бір мобильді ойын түрін ата. Майнкрафт. Это моя жизнь. Майнкрафт. Менің жауабым Roblox. Көше Roblox ұнамайды. Ұнайды, нормально ол. Майнкрафт. Аптаның бір күнін ата. Аптаның бір күнін дейсің ба? Сенбі. Таппайсың. Таппашы, пожалуйста, сенбі. Сәрсенбі. Yes, сенбі мен. Қысқы спорт түрін ата. Қысқа спорт түрін ба? Біле, қандай спорт бар? Хоккейден басқа жоқ қой. Хоккей есімге тауылады бұл. Қысқа спорт. Шаңғы тебу, яғни. Шаңғы менде тебеді ол. Сондай тебу. Шаңғы жарысы. Шаңғы тебу деген мен достар, мынандай шаңғы жарысы емес, ол шаңғы отырып алып, андай нелерден сырғанау, короче, ше. Жарыс емес вообще, да. Сондықтан мен ұттым. Кез келген фастфуд тағамын ата. Фастфуд бургер десемге тауып қояды. Так что мен суши деймін ғой, суши. Менің жауабым фри. Суши. Менікі суши ғой, суши. Бауыр мен суши. Музыкалық аспапты ата. Домбыра десем табады конкретно ше, так. Гитара, достар. Ей, қайда тауып қойдың сен? Қақта тауып қойдың? Мені бірақ жаңалды. Қазақтың кез келген ақын жазушысын ата. Мәға, бір Бауыржан Момышұлы. Айтайын мен, Бауыржан Менің Момышұлы. жауабым Абай Таппадың. Жақсы болды о таппаған. Аяқ киім түрін ата. Аяқ киім түрі? What the fuck? Что за сұрақ? Сороконожка. Мен кроссовкиді атадым. Сороконожка. Ей, қайда кроссовки? Бір жемісті ата. Бір жемісті. Так, айдаһар жемісі деген бар, сол Қытайда өседі, бұны айтпайды явно. Айдаһар жемісі. Құлпынай. Білдім осыны айтатын мен жек, айдаһар жемісі. Б әрпінен басталатын елді айт. Б әрпінен Бразилиядан табасың ба? Бразилиядан басқа жоқ қой? Бар ма әлде? Бля, есімде тұр. Білмеймін, Бразилия дейтін оғарнандар. Мен Бразилияны Айттым ғаны, мен Баландия деген жер бар, солын таңдадым, короче, елді. Вот, бізден қыпын кетпей жатыр, ура! Мектепте оқитын бір пәнді ата. Дұршы десе тауып олатын сияқты. Ағылшын, таппашы. Ағылшын десем таппашы. Математика. Ағылшын. Математикам вообще қатырмаймын мен. Ең үлкен жануарды ата. Ең үлкен піл бар ғой. Пілден басқа кім бар? Динозавр. Менің жауабым піл. Динозавр. Бұл да жануарға жатқан ата. Геометриялық фигураны ата. Мен білмеймін натуралы. Так, не десек болады. Шеңбер, достар, шеңбер. Қайда тауып қойдың? Жарайды, достар, мен қыпым кетті. Бірақ мен қосымша 2 қып алам. Себебі бағана дұрыс жауаптар үшін мен 2 қып алам. Все болды. Көре берейік, арай, достар. 2 қыпым бар менің. Кез келген сүт өнімін ата. Так, кез келген сүт өнімін. Сүттен жасалатын ба? Құрт десем табасың, я? Құрт, короче. Айран. Құрт, ес! Таппадың, қаз. Үстел үсті ойынын ата. Үстел үсті ойынын ата? Не ол, достар, мен білмеймін, достар. Білмеймін деген знак беріп қойын. Үстел. Шахмат. Үстел ойыны ма? Шашка онда. Шашка, достар, шашка. Шахмат деген мен білем, бірақ ойналмаймын ғой. Күн жүйесіндегі бір планетаны атама. Плутон. Менің жауабым Меркурий. Плутон ата. Плутон, достар, Плутон. Пиццаның бір түрін ата. Пиццаның бір түрін ба? Чиз пицца. Мен пепперониді атадым, ал сен ше? Мен чиз пиццаны айттым. Чиз пицца. А әрпінен басталатын қыз баланың есімін ата. Адам ба?
қас. Адам бар қазір. Ерінбеймін. Ай толқын Марал. достар, мен таппадым екен. Bir film жанрын ата. Хоррор десең табасың, ә? Қарамдар жақта хоррор болады ма, білмеймін. Так, достар, мен дейтін қарамай отырмын, екі шетен. Мен қандай екен білмеймін. Мен дейтін достар, так. Қандай ісін атасам болады? Bir film жанрын ата. Так. Мен достар комедия андай. Короче, неде жатып қалған адамдардың кинолары бар, сондайлар. Қорқынышты фильм. Я таз газ баспашы, маған ұнамайды онда. Жемісті ата. Цитрусты мен білмеймін. Киви дей салайын. Лимон. Киви. 0-ден 5-ке дейінгі бір санды ата. 0-ден 5-ке дейінгі достар, бұл енді сұрақ. Қиын жауап береміз. 2. Мен 4 санды. 2, yes! Мен 2 қосымша апайым дәл ұқтадым достар. Ақ қара түсті жануарды ата. Ақ қара түсті ма? Ақ бізге ақ дейтінде. Ақ қасқыр, яғни ақ барыс. Және не датандай. Білейін, ұмытқаным, гепард бар ғой, гепард. Оларды айтқан болды. Таппайсың. Хотя қара тапсаң, ақты тапсаң. Панда. Мен түсін айттың ба не? Ладно, қой бірші мен күдір. Мына эмоцилардың біреуін таңда. Робот. Мен клоунды таңдадым. Өй, клоун керісінше ең жаман осы бұл. Кемпір қосақтың бір түсін ата. Кемпір қосақтың бір түсін дейсің ба? Қазір. Ойланып көрейін, қандай түс бар еді? Сары. Қызыл. Сары. Достар, таппадың сен менен. Осымен видео аяқталды. Достар, осымен бізде видео аяқталды. Қанша сұрақтың жауабы менікімен бірдей болды. Комментарий бөліміне жазып кет. Білде ма сенен ба? 3 сұрақ дұрыс болды. 3 сұрағын мен қателестім. И вот. В общем, достар, сендермен болған менде. Егер осы видеосы лайк басыңдар, каналға тіркеліңдер. Пока-пока. Чао.